like a 911, 911, 911. Call me 911, girl. 911. Пандемия басталғалы посткеңістік елдердегі саяси оқиғалардың қыза түскені белгілі. Соның бірі Беларусь халқы 2 айдан бері әділ дауыс санын даулап жүрсе, саяси зертхана атанған Қырғызстан бір түнде билік трансформациясына жол салды. Бәрімізге мәлім, 4 қазанда Қырғызстанда парламент сайлауы өтті. 6 қазанға қараған түні сайлаудан кейін парламентке өте алмаған партия өкілдері Бішкекте наразылық шеруін ұйымдастырып, мемлекеттік органдардың ғимараттарын басып алды. Сол күні экс-президент Алмазбек Атамбаевты және басқа да бірқатар саясаткерлерді тергеу изоляторынан шығарды. Елдегі тұрақсыздықтан кейін орталық сайлау комиссиясы сайлау қорытындысын жарамсыз деп таныды. Бішкекте төтенше жағдай жарияланған президент Сооронбай Жээнбеков партия басшыларын саяси процесті құқықтық арнаға қайтаруға шақырып, үкімет пен премьер-министрдің отставкаға кетуі туралы жарлықтарға қол қойды. Сағат 21:00-ден таңғы 05:00-ге дейін Бішкекте коменданттық сағат енгізілді. 11 қазанда Қырғызстанда митингтер мен әртүрлі акциялар ұйымдастыруға да тыйым салынған. Соған қарамастан республиканың жаңа премьер-министрі болып сайланған Садыр Жапаровтың жақтастары орталық алаңға жиналып, өз көшбасшыларын қолдау шарасын өткізді. Ал экс-президент Алмазбек Атамбаев қайта қамауға алынған болатын. Еуропалық одақ құрамында Қырғызстан үшін одақ ел президенті Сооронбай Жээнбеков республикадағы жағдайды тұрақтандыру үшін жеткілікті ресурстарға ие деп санайды. Бұл туралы Еуропа одақтық дипломатиясының басшысы Жозептің мәлімдемесінде айтылған. Еуроодақ Жээнбековке қайта парламенттік сайлауды ұйымдастыруға көмек көрсетуге дайын екенін айтты. Қырғызстан президенті Сооронбай Жээнбеков қызметінен кетуден бас тартты. Премьер-министр Садыр Жапаров президенттің отставкаға кетуін талап еткен. Алайда мемлекет басшысының баспасөз қызметі президенттің отставкаға кету құқығы жоғын хабарлап, Сооронбай Жээнбеков тек қана парламенттік сайлаудан кейін ғана қызметін босататынын айтқан. Қазіргі кезде мүліктен кейінгі елдің жағдайы ойдағыдай, бүлік шығыны есептеліп, жағдай тұрақталып келеді.